Ассалаумағалейкум. Мынау екінші бөлігі. Бүгін мынау шалғымен қалай ору керек екен кішкене өз түсінігімді айтып бермекшімін. Айта алмаймын мен. Ойбай. Анау өлеңде бір сөздер бар ғой. Мен де бір сертшіл адам далада өскен деген сияқты сөздер. Өзім туралы айта алмаймын. Далада өскен адам емеспін. Бірақ осы өмір өзі үйретеді ғой. Сондықтан осы шалғы оруда біртіндеп 2 жылда өзімнен өзім үйрендім деп айтуға болады. Өйткені шалғыны алғаннан кейін ойлайсың да, ойбай, мынау шалғы шабу деп қатты сермеп ұрасың кеп, соңғы шалғының рәсуәсі кетеді да. Сондықтан шалғыны әбден жаңағы бірінші бөлігін қараған кезде жаңағы мынандай ұрып барып, шындап барып, содан кейін қылпылдаған жүз болған кезде өзің шөп іздей бастайсың да жаңағы бір. Мынау мен үйімнің көлеңкесінде мына жерде бір мынау шөп өсіп кетті көлеңкесінде. Енді әбден сондай бір нәзік болып тұр да жаңағы шөп. Соны қазір көрсетпекшімін. Өзіңіз деп соны шабуға. Анда өсіп кеткен, әрине өсіп кеткен, жіберіп алсаң шөптен өсіп кетеді ғой, қалың. Мынандай қалың сабақтар. Енді ондай жағдайға кетіріп жібермеу керек шөпті жаңағы таңертең өз жаңағы таңғы шықпен бірге жаңағы орысша айтқан кезде жаңа свежий болып тұрған кезде сол кезде жаңағы нәзік та. Содан кейін анау шықта былай майланған сияқты болады да жаңағы шөптің сабағы. Сондықтан шөпті сөйтіп оруға жақсы да шалғымен. Өткір қылпылдаған жүзімен өзің ақ жаңағы сондай шөпті іздеп былай неткен кезде жаңағы қатты тартпай былай жүргізіп өтсең жаңағы жайлап, содан кейін асықпай адымдап алға қарай былай үлкен бірден ор жіберем деп ойламай, енді бір 5 сантиметр, 10 сантиметрдей жаңағы шөптің несіне шөпке қарай жылжып, содан кейін жаңағы мынау әрбір орған сайын 5-10 сантиметр, одан артық енді болмайды. Өйткені ол шаппайды да. Сондықтан бұны қазір мен анау басқа мына құлаққа тағатын бейне камерам таққаннан кейін әрі қарай жалғастырамын.